Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Жамбыл ауданы Еңбекшарал орта мектебінің 9 сынып оқушысы Құмархан Аңсар және де ғылыми жетекшім Қызырхан Асқар. Менің өнер тапқыштыққа бір қадам байқауына келген макетім баламалы энергия көздері арқылы жүзе алатын кеме. Бұл кеменің басқа кемелерден артықшылығы экологиялық жақтан еш зияны жоқ, экономикалық жақтан қолжетімді болып табылады. Себебі бұл күн панелінен, жел тақтайларынан және судан энергия алып жүзе алады. Және де бұған бензин, солярка, жанармайлары қажет емес. Егер де күнде, желде, суда болмаған жағдайда тайыпсыз зарядкасымен де зарядтауға мүмкіндік береміз. Бұны жасаудағы біздің мақсатымыз экологиялық жақтан еш зияны жоқ, таза кеме деп білеміз. Және де бұны біз болашақта техникалық жағдайдан дамытып, қашықтықтан басқаруға мүмкіндік береміз. Бұл кемені жасаудағы тағы бір мақсатымыз, бұл кеме жағажайларда, туристік орындарда, мысалы еліміздегі Қапшағай, Бурабай, тағы да басқа орындарда, көлдерде ауадай қажет. Себебі бұл кеме экологиялық жақтан еш зиянсыз, таза кеме, және де экономикалық жақтан ешқандай шығынсыз бұл кемелерді жасауды қолға алып отырмыз. Сіздерге бұл кемені қосып көрсететін болсам, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.